Баршаңызға күн сәтті, берекелі болсын. Бүгін сіздерге пеште жасалатын қаттаманың рецебімен бөлісемін. Бізде осылай үгіліп тұратын дәмді қаттамаларды бірге жасайық. Бұл рецепті өте көп іздедім, және де менде сәтті шықты. Осылай қытырлап үгіліп тұратын қаттаманы бірге жасайық. Сіздерге үзіп көрсетемін. Майды өзіне қатты сіңірмейді, және де іші толықтай пісетін болады. Видеоны соңына дейін қараймыз. Ыдысымызға суымызды құйып аламыз. Және де сүт қосамыз. Ас тұзын қосамыз. Осылай жарты стақанмен сұйық майымызды қосамыз. Венчикпен араластырамыз. Електен өткізілген ұнымызды қосамыз. Және де қамырымызды илеп аламыз. Менің арнама тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Көптеген тағамдардың, тәттілердің рецебі менің арнамда өте көп. Каналға кіріп, қарап шықсаңыздар болады. Және де қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Жаңа видеоларды алғашқылардың бірі болып көресіздер. Видео сіздерге пайдалы болса, лайк басып, пікір қалдырып, кішкене қолдау беріп қойсаңыздар. Осылай қамырымызды илеп аламыз. Кішкене уақытқа тындыруға қоямыз. Жаюға ыңғайлы болсын деп 3 бөлікке бөліп аламыз. Және де осылай қолымызбен домалақтап шығып, суалаға келтіріп аламыз. Екеуін ыдысымызға салып тұрамыз. Және де жайып алатын боламыз. Жұқа етіп жайып аламыз. Қаншалықты жұқа жайсаңыздар, қатпарлары да солай әдемі болып шығады. Ұнымызды сеуіп отырып, осылай жұқартамыз. Ал енді келесі қамырларымызды да жайып аламыз.
Арасына жағуға осындай арнайы ерітілген сары майды қостым. Отымызға қойып ерітіп алатын боламыз. Жайып алған қамырымызға майымызды құйып, барлық шетіне біркелкі етіп жағамыз. Қолымызбен жағып шыққан ыңғайлы, осылай жайып аламыз. Ал енді оқтауымызбен ораймыз. Ортасынан кесіп аламыз. Осы кесіп алған рулеттерімізді осылай ораймыз. Тартып отырып орап аламыз. Дәл осы қаттамаларды қатырып та сақтай беруге болады. Қалаған кездеріңізде пісіріп ала бересіздер. Осылай қалыңдықта қаттамаларымызды жайып аламыз. Ыдысымызға сұйық майымызды құямыз. Қаттамамызды салып, екінші бетіне аударамыз. Сонда үстіңгі жағы құрғақ болмай шығады. Ал енді пешімізге жібереміз. Бізде осылай үгіліп тұратын қаттамаларымыз пісіп шықты. Баршаңызға ас болсын. Сұрақтарыңыз болса төменге қойыңыздар. 200 градуста пеште пісіріп алдым. Каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.